Ал кайрылуу кеш асылуудum. Азыр мына жерге суреттерди бірінен соң бірін жиберем. Бул Disney бүкүл әлемдик ертегилерден түсүрүлгөн кейипкерлер мультфильм кылып чыгарган жесир катындар. Бизде катын деп жесир айелдер катын деген 2-3 рет ажырасып келген абырой төмен айел адамын айтады. Сол үшін келіншектеріңізді асылжар, жанжар, ұрпағым анасы деп сөйтіп дұрыс айтыңыздар. Тоқал деген ол бір рет ажырасып, екінші рет күйеуге тиген әйел. Енді бұл жесір қатындар күйеуі қайтыс болған, бұлар жаңағыдай өгей қыздарына күндесті. Мен түк түсінбеймін. Өзі бақытсыз, бөтенді де бақытсыз қылғандары енді ертек қой, енді бірақ күшті әлі күнге шейін өшпес, өлмей келе жатыр. Оны біз мәз болып киноға барып, болмаса гуглдан, ютубтан, кинобарлардан неше түрлі мәз болып көреміз, бала шағаға деп, сондай болған екен ау деп. Бірақ мына жерде атап өтіп кететін, өзім ұлтымын адам. Бізде жесірін қаңғытпай, жетімін жылатпаған ұлт едік. Марқұм анам айтатын, ауылда жесір әйел қалып кетсе, әмеңгерлікпен күйеуге беріп жіберген, жесір еркек қалып кетсе де қаңғыртпай, әйтеуір бір сондай ажырасқан, болмаса жесір әйелдерге, қатындарға үйлендіріп тастаған. Сонда жалғыз басты еркек те, жалғыз басты әйел де болмағанда, үй қылып отбасы қосып тастай берген. Сол кезде ойлайтын, қалай қазір мысалы өзімді жалғыз бастанамын, содан кейін мынау әйелдер кейіпкерлерге қарасам, бәрі бақытсыз шетінен. Қиын әйелдің тағдыры, еркегі ерте кетіп, өзін бақытсызсың, біреудің бақытын көре алмайсың. Қиын өте жағдайлары, содан кейін байғұстар іштері құса болып өліп, әйтеуір білмеймін. Қазір мысалға жаным ашиды осы кейіпкерлерге, шын айтсам. Жесір қатындар, ешкім басына бермесін жесірлікті. Жесір ер азаматты да көргем, өте қиын жағдайларда, ешкім басына бермесін ондай. Енді маңдайына жазғандарын көріп жатыр, өзім де келе жатырмын. Сондықтан қазағым салтынан, қазағым дінінен, білмеймін, айналайын ғой.